Баршаңызға қайырлы күн. Өткен жолы қызымыз екеуміз Алматы қаласында орналасқан Жамбыл атындағы жасөспірімдер кітапханасына бардық. Кірген кезде ең алдымен киімдеріңізді гардеробқа өткізесіздер. Одан кейін ресепшнге барып, жеке куәлігіңізді берсеңіз, оқырман билетін дайындап береді. Бұл жерде Wi-Fi тегін, іші өте жайлы, дизайны әдемі. Ең алдымен каналға тіркеліп, қоңырауды басып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл жер жай кітапхана емес, Мегадағы меломан сияқты. Ең алғаш келген кезде мен таң қалғам. Маған қатты ұнады. Сабақ оқуға, жұмыс жасауға, курстастармен жиналуға таптырмас жер екен. Осындай әртүрлі жерлерде отырып, өз жұмысыңызды алаңсыз жасай берсеңіздер болады. Бұл кітапхананың тағы бір ерекшелігі, осылай терезенің алдында жастықшаны қойып, жай ғана отырсаңыз болады. Дизайны ерекше жасалған екен. Бір бұрышта осындай сезім музейі бар. Менің қызым барлық жерді қарап шықты. Оған да ұнаған сияқты, келгелі бері бір тыным таппады. Одан кейін осындай кофейнясы бар, бағалары қолжетімді. Әсіресе маған осы лампалар ұнап қалды. Менің қызым бос жүрмей өзіне дос тауып алды. Бірақ ол бала қасына жақындатпай қойды. Кітапханада әртүрлі жанрдағы кітаптар бар. Кез келгенін алып оқи берсеңіздер болады. Егер Алматыда тұрсаңыз, осындай жерлер іздесеңіз, бұл кітапханаға міндетті түрде келіңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Ұнаса лайк басып, комментарий жасап кетіңіздер.